Әбу Насыр әл-Фараби 870-950 жылдары. Аристотельден кейін дүниежүзі білімі мен мәдениетінің екінші ұстазы атанған данышпан, энциклопедияшы ғалым. Оның мұсылманша толық аты жөні Мұхаммед ибн Узлах Тархани. Туған жері Сырдария бойындағы ерте заманда түркі халықтарының орталығы болған Отырар қаласы. Отырарды арабтар Фараб деп атаған. Қай жерден шыққанын білдіру үшін аты жөніне өзінің туған мекенінің атауын тіркейтін сол заманның дәстүрмен ұлы ұстаз Фараби аталған. Әл-Фараби заманында бүкіл Орта Азия мен Түркістан араб халифатының ықпалында болған. Соған байланысты қала халқы сауда-саттық мәселесінде ислам қалыптасып, дамуына зор үлесін қосқан араб, парсы, түркі тілдерін қатар қолданған. Рухани, ғылыми тілі араб тілі болған. Сондықтан осы қалада сауат ашып, осы қалада білімге, ғылымға деген құмарлығы оянған Әл-Фарабидің осы үш тілді жетік білуі заңдылық еді. Ол кейін білім ғылым іздеп көп жерді аралайды. Ол 50 жасында сол кезде әлемнің ғылым дүниесінің орталығы болған Бағдатқа келіп, сонда тұрақтап қалған деген дерек бар. Бағдатта әйгілі ғалымдармен кездесіп, олармен сырлас болады. Грек, латын, санскрит және басқа тілдерді үйренеді. Өз заманында дамыған ғылым салаларының бәріне, өнеріне өзіндік үлес қосып, елеулі із қалдырады. Одан қалған ғылыми еңбектердің өзінің саны 100-ден астам. Сол еңбектерді ғылым салаларына қарай бөлетін болсақ, олар астрономия, астрология, математика, логика, музыка, медицина, табиғат ғылымдары, социология, лингвистика, поэзия, риторика, философия болып келеді. Ұлы ғұлама жайлы замандастары мынадай жаднама қалдырыпты. Әл-Фарабидің бойы орташадан төмен, ылғи да түркі киімін киіп жүреді екен. Ол мықты, күшті әрі ержүрек болған. Ол жебені жақсы тартқан, атқан оғы нысанаға дәл тиетін. Әл-Фараби туралы жазған адамдардың бәрі оның үстінен түркі киімін тастамағанын айтады. Бұл оның түркі салт-дәстүрін қатаң ұстаған ортада есегенін, білім іздеп келді дейтін арабтарға оның тіпті де еліктемегенін көрсетеді. Ол түркіге тән жауынгерлік өнерді өте жақсы меңгерген, нағыз түркіге тән мінез қалыптастырған мықты және ержүректігімен көзге түскен. Ұлы ғұлама туралы мынадай аңыз әңгіме бар. Әл-Фараби Сирия билеушісі Сайф ад-Дауланың сарайына кіргенде, патша оған жайғасуын сұрайды. Ғалым, өзімнің дәрежеме сай отырайын ба, әлде сенің мәртебеңе сай ма, деп сұрайды. Патша оған, өзіңнің дәрежеңе сай, деп жауап беріпті. Фараби барлық әмірден өтіп, патшаның өзін ығыстырып, таққа отырған екен. Сайф ад-Даула санаулы адамдар ғана білетін құпия тілде оқ қағарларына, мына шейх әдептілік ережелерін аяқасты етті. Қазір оның білімін тексеріп көрейік. Егер ол жауаптармен мені қанағаттандырмаса, сендерге белгі беремін. Сендер оны жазалайсыңдар, дейді. Фараби бұл сөзді естіп, сол тілде: «Уа патша, азғана сабыр етіңіз, істің ақырына қарап баға берер болар», дейді. Кейін патшаның алдында жиналған түрлі білімнің шебер мамандарымен ғылыми пікірсайысқа түсіп, нәтижесінде барлығын мойындатыпты. Кім не десе де, бұл нағыз түркіге тән ер мінез. Мұндай діл нағыз түркілер арасында өмір сүрген, ержеткен, түркілік салт-дәстүрді әбден бойына сіңіріп өскен адамдарға ғана тән болса керек. 20 ғасырдың екінші жартысынан бері қарай Қазақстан ғалымдары да ұлы ұстаздың бай мұрасын жинап, зерттеп тануға да өз үлестерін қоса бастады. Сол ғалымдардың бірі академик Ақжан әл-Машани. Ол Әл-Фарабидің орасан зор мирасы, оның туған топырағына қайта оралуына өлшеусіз мол еңбек сіңірді. Әл-Фараби мұрасын зерттеп, танудың қиындығы тек оның мыңжылдық тарих тереңінде жатқандығында ғана емес еді. Кеңестік дәуірдің 50-60 жылдары мыңжылдық мәдени мұрамыз бар деудің өзі қиын еді. Дәл сол шақ үшін түріктің кім білмейді музыкасын Фараби
тоғыз ішекті домбырасын деп жырлаған Мағжанның халық жауы атанып, атылып кеткендігінен хабардар ғалымның екінші ұстаз атанған Әл-Фарабидің отырарда кіндік қана тамғандығын дәлелдеп шығуының өзі үлкен ерлік еді. Себебі бұл орта ғасырларда қазақ жерінде орыстардан, тіпті Еуропадан әлдеқайда жоғары білім, ғылым, мәдениет болған деген тұжырымға әкелетін. Оны айту сол кезде өте қауіпті болатын. Сондықтан да бар мүмкіндікті таразылай келе фарабитанудың негізін қалап, дұрыс бағыт сілтеген Әл-Машани оны әрі қарай дамытуды келер ұрпаққа қалдырды деп білгеніміз жөн. Қазір Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясының кітапханасында Әл-Фарабидің 50 шақты еңбегі бар. Олардың ішінде басқа тілге аударылмаған, ғалымдар арасында осы күнге дейін белгісіз болып келген алмагеске түсініктеме, геометриялық сызықтар жасаудың әдістері, астрология, китап әл-Мусике әл-Кабир сынды әрқайсысы бір-бір ғылымның шыңын көрсететін аса ірі туындылары бар. Мұның сыртында соңғы жылдары Қазақстанның Иранда алғашқы төтенше және өкілетті елші болған Мырзатай Жолдасбеков тауып әкеліп, Алматыдағы Әл-Фараби атындағы ұлттық университетінің кітапханасына тапсырған. Әл-Фарабидің қолжазбалары өз алдына бір парақ қазына, олардың көшірмесі бүгінде Еуразия ұлттық университетінің отырар кітапханасында сақтаулы. Өмірінің соңына қарай Әл-Фараби Мысыр, Шам, Халеб қалаларында болып, ақырында Шам шаһарына келіп сонда тұрақтайды. Осында қайтыс болады. Оның денесі Шам шаһарының кіші қақпа жағындағы зиратқа қойылған. Әл-Фарабидің ісін жалғастырған, ғылымға берілген шәкірті көп болған. Олардың ішінен ең алдымен Орта Азияның ұлы ғалымы Әбу Әли ибн Синаның есімін атауға болады. Кейінгі кездегі шығыс ғалымдары оларды бөліп жармай қос Фараби деп те атайды. Сондай-ақ еңбектері ұлы ұстаз еңбектерімен сабақтасып жатқан ұлы ғалымдар Бируни, Божани, Умар Хайямдар да өздерін Әл-Фарабидің шәкірттеріміз деп есептеген.